Саламатсыздар балалар, қалдарыңыз қалай? Күндеріңізге сәттілік. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жазықтықтың теңдеуі. Қайталау тақырыбы 10-шы сыныптың. Оқу мақсаты нормаль вектор көмегіменен жазықтықтың жалпы теңдеуінің анықтамасын білу, жазықтық теңдеуін жаза білу. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты нормаль вектор көмегімен жазықтықтың теңдеуінің анықтамасын біледі, нормаль вектор көмегіменен жазықтық теңдеуіне есептер шығарады. Бағалау критерийлері, яғни біз қай жағынан қараймыз балалар, қараңыздар. Нормаль вектор көмегімен жазықтықтың теңдеуінің анықтамасын қолдана алады, нормаль вектор көмегімен жазықтықтың теңдеуіне есептер шығара алады. Ал енді өтілген тақырыпқа шолу мақсатында біз мен сіздерге мынандай бір кесте толтыру тапсырмасын дайындадым. Сол кесте толтыру тапсырмасын бірлікте барлығымыз орындайық, балалар. Айталық. Альфа жазықтығы O, X, Y, Z тік бұрышты координаталық жүйесіне берілсін дейік. M0, X0, Y0, Z0 нүктесі арқылы өтіп, N, A, B, C векторына перпендикуляр болсын дейік. M0 нүктесі альфа жазықтығының қандай нүктесі деп аталынады, балалар? Қандай нүктесі деп аталынады? Мына M0 нүктесі. Ұмытып тұрсаңыздар, кішкене естеріңізге түсірейін. Мына шет жағындағы тұрған сызбаны көріп тұрмыз ба? Сол жерден M0 нүктесі M нүктесіне қарай жүріп жатыр. Көрдіңіздер ғой, иә? Векторды көріп тұрмыз ба? Демек, M0 нүктесі қандай нүкте болып тұр бұл жерде? Бастапқы. Дұрыс, бастапқы нүктесі. Жарайсыз. Келесі. Ал N векторы жазықтықтың, мына N векторы көріп тұрсыздар ма? N векторы жазықтықтың қандай векторы деп аталынады? Нормаль вектор. Дұрыс, нормаль вектор деп аталынады. Аделия, дұрыс айттыңыз. Келесі. Жалпы бастапқы нүктемен нормаль вектор арқылы жазықтық бір мәнді анықталып, M0 нүктесі арқылы N векторына перпендикуляр жалғыз ғана альфа жазықтығы өтеді. Яғни сіздерге көрсетіп отырған 320 сурет. Балалар, я? Үште 20 сурет, қараңыздар. Алдыға жетіп қалды. 3те 20 суретке қарайық, міне. Егер дейді балалар, қараңыздар, егер M, X, Y, Z нүктесі альфа жазықтығының қандай нүктесі болса? Мына M нүктесі енді қандай нүктесі екен, балалар? Жаңа M0 нүктесі бастапқы нүкте болды. Мына N векторы нормаль векторы болды. Демек, M нүктесі қандай нүкте болады екен? Қараңыздар, M-нен M0 нүктесінен M нүктесіне біз не істеп барып жатырмыз? M0 нүктесінен M нүктесіне қарай ағын нүктесі деп аталынады. Ағын нүктесі. Толтырып отырмыз ба, балалар? Жарайсыздар. Енді қараңыздар, яғни оның бойында орналасқан кез келген нүкте болса, M0 тең X минус X0, Y минус Y0, Z минус Z0 координатасы менен 0 жазылады екен. Енді осы мынаны ұмытпаймыз. Қазір осыны қолданамыз формулаға, балалар, я? M0 векторын қолданатын боламыз. Енді M0 вектор менен N векторы өзара перпендикуляр болса, N векторының координатасы қалай болып еді? Міне тұр, я?
А, Б, С. Екі вектор бір-бірімен перпендикуляр болса, қандай шарт орындалушы еді, балалар? Скаляр көбейтіндісі нөлге тең. Дұрыс. Скаляр көбейтіндісі нөлге тең. Міне төменгі жағында тұр, иә, балалар? Солай ма? Жарайсыздар. Ал енді соныменен біз қазір теңдеудің формуласын есімізге түсірейік демек. Бұл теңдікті алдыңғы жаңағы өзіміздің параграфтағы екінші формуланың көмегіменен қалай жазуға болады? Балалар? Есімізге түсірейік па? Жаңа мен сіздерге айттым ғой, m0 векторы x минус x0, y минус y0, z минус z0 болса дедік, иә? Ал n векторы a, b, c болса дедік. Олардың скаляр көбейтіндісі нөлге тең дедік. Енді скаляр көбейтіндіні қалай табушы едік? Есімізде бар ма? Екі вектордың нелерін көбейтуші едік? Екі вектордың несін көбейтеміз, балалар? Ұзындығы. Тағы да бір рет қайталап айтып берем, иә, балалар? m0 векторының координатасы x минус x0, y минус y0, z минус z0 болып тұр. Солай ма, балалар? Ал n векторының координатасы a, b, c болып тұр. Ал енді екеуінің скаляр көбейтіндісін табу үшін, яғни екі вектордың скаляр көбейтіндісін табу үшін, біз олардың несін көбейтеміз? Координаталарын. Дұрыс, маладес, жарайсыз. Координаталарын көбейтеміз. Яғни бізде, мен мына жерге жазам, міне, А, бірінші, жақшы ашылған, е, балалар. Дұрыс болмай қалу мүмкін, енді сіздерге немен жазып отырмын. X минус x0. Қосылған. Келесі кім айтады? Келесі? B, Y, жақшы ашылған Y минус Y0. B, жақшы ашылған. Y минус Y0. Солай ма, балалар? C, жақшы ашылған Қосылған. Z минус. C, жақшы ашылған. Z азайту Z0. Дұрыс. Z азайту Z0. Тең қанша болады? 0. 0. Міне, біздің бұл теңдеуіміз. Жазықтықтың теңдеуі, балалар, я? Осыны есімізге сақтап алайық. Осы теңдеуді есімізге сақтап алайық. Қазір бізге керек болады. Демек, сіздер бүгін тақырыпты өте жақсы деңгейде арасында тек қана ағын нүктесін ғана ұмытып қалғандарыңыз болмаса, естеріңізге жалпы түсірдіңіздер. Демек, мен сіздерге жұлдызша деген бағаны берем міне. Яғни сіздер кереметсіздер. Түсінікті ма, балалар? Ал келесі енді. Бірінші есепке қарайық. М нүктесі арқылы өтетін, N векторын жазып алайық. 3 минус 1, 4 нормал векторы болатын жазықтықтың теңдеуін жазыңыз. Яғни бұл жерде М нүктесі арқылы біз X0, Y0, Z0-ді анықтап аламыз, балалар. X0 қаншаға тең? 1. 3. Бір ғой мына жерде. X0. Я, 1. Y0 минус 2-ге тең. Z0 2-ге тең, солай ма? Ал енді A тең 3, B тең минус 1, C тең 4. Соны алып келіп, жаңа мен қызылмен жазған теңдеуге алып келіп қоятын болсақ, міне мынандай теңдеу пайда болады.
Көріп тұрсыздар ма? Енді осы Мгм. теңдеуді жақшаны ашқан кездегі x-терін бір бөлек, y-терін бір бөлек, z-терін бір бөлек, бос мүшені бір бөлек жазатын болсақ, бізде 3x азайтылған y қосылған 4z минус 13 тең 0 деген теңдеу шығады. Бұл жазықтықтың теңдеуі. Сұрақ бар ма бірінші есепке? Жоқ. Так, екінші есеп. Жазықтық өзінің жалпы теңдеуімен берілген. Мынандай жалпы теңдеуімен берілген. Қарап алыңыздар. 2x қосылған 5y азайту 3z қосылған 7 тең 0 деген. Осы жазықтықтың нормаль векторыменен бойында жататын қайсы бір координатасын, бойында жататын нүктенің бір координатасын табамыз. Ал енді қараңыздар балалар. Алдымен нормаль векторын жазу үшін біз x-тің алдындағы, y-тің алдындағы, z-тің алдындағы тұрған коэффициенттері ол бізде нормаль векторының координаталары болады. Түсіндіңіздер ма? Яғни бізде a тең 2, b тең 5, c тең 3 болады, минус 3 болады. Демек, нормаль вектор n векторының координатасы 2, 5, минус 3 болады. Түсіндіңіздер ма? Ал енді осы теңдеудің қандайда бір координатасының табыңыз дейді. Қандайда бір теңдеуінің түбірін табыңыз деген сөз ғой, яғни. Ол үшін мен берілген теңдеуді 2x тең минус 5y қосылған 3z минус 7 деп белгілеп аламын. Яғни 5y-ті де 3z-ті де өткізіп аламын. Содан кейін осы жерден x-ті белгілейтін болсам 1 бөлінген 2, 2-ні бөліп жіберем мынаған. Мына өрнекке 2-ні бөліп жібердім. Енді мен мына жерден y-ке және z-ке өзімнің қалауым бойынша мән берем. Мысалы мен 0 мен 1-ді бердім. Y 0, z 1 деп бердім. Сіздер 1-де 1 деп берсеңіздер де болады. Минус 1-де минус 1 деп берсеңіздер де болады. 0-де минус 1 деп берсеңіздер болады. Өз қалауларыңыз бойынша y-ке және z-ке мән береміз. Түсіндіңіздер ма? Сол арқылы біз x-ті табамыз. Сонда бізде шығады x-іміз минус m0 нүктеміз, сонда минус 2, 0 және 1 деген осындай нүктеден шексіз көп нүкте табылады. Мен тек соның ішіндегі біреуін ғана алып тұрмын, балалар. Өйткені бізде шексіз сандар бар, білесіздер ғой. Сол шексіз сандардан шексіз көп нүктелер мына теңдеудің түбірі бола алады. Түсінікті ма? Яғни осының координатасында жатады деген сөз. Түсінікті ма, балалар? Апай. Дұрыс. Енді қараңыздар. Мына m0 нүктесін 2, минус 2, 0, 1 деген нүктемізді мына теңдеудің орнына қояқшы. Жазықтықтың теңдеуінің орнына. 2 көбейтілген минус 2. Қосылған 5 көбейтілген 0. Азайтылған 3 көбейтілген 1. Қосылған 7 болады. Дұрыс па? Сонда 2-ні минус 2-ге көбейтсек минус 4. Қосылған 0. Азайтылған 3. Минус 4-ке минус 3-ті қоссақ минус 7 болады. Минус 7-ге 7-ні қоссақ 0 шығады. 0 тең 0. Демек, мына нүкте жазықтықтың бойында жатқан қандайда бір нүкте деген сөз. Түсіндіңіздер ма? Жарайсыздар, керемет, өте дұрыс. Енді біз келесі. Сіздерге өзіндік жұмыс. Қазір жылдам орындаймыз, балалар.
Балалар болсаңыздар қол көтерулеріңізге болады. Апай болдық. Апай болдық. Бірінші болып болған оқушы бізде Аяжан. Аяжан. Аяжан, Оқиын ба, апай? есебіңіздің алдыменен x0, y0, z0-ді, сосын A, B, C-ні анықтаңыз. Ең бірінші x0 ол 1, y0 ол 2, z0 ол -1. Ал A ол 2-ге тең, B -1-ге және C 3-ге тең. Жарайсыз. Енді Осының теңдеуі 2 жақшаның ішінде x -1, азайтылған 1, жақшаның ішінде y -2, қосылған 3, жақшаның ішінде z қосылған 1 болады. Жарайсыз. Келесі теңдеуіміз сонда Теңдеуіміз 2x -1, азайтылған y қосылған 2, қосылған 3z, қосылған z болады. Сосын келесі соңғы ответіңіз сонда теңдеуіңіз қалай шығады? Соңғы ең соңына апай қазір шығармай ұмытып кеттім. Кім шығарды соңғы ответін? 2x минус y қосу 3z қосу 3 тең 0. 2x Минус y минус y қосу 3z қосу 3z қосу 3. қосу 3 бола ма, балалар? Иә. Сіздерде қосу А векторларымыз Минус 1 болмайды ма, апай? Ал? Минус 1 болмайды ма? Минус 1? Жоқ, плюс 3 болды. Неге? Плюс 3 Плюс 3 болады. Плюс 3 болады оны. қай жерден плюс 3 болады? Мына жақта с-ның орнына плюс 3-ті қоямыз ғой, сосын z0 ол плюс 1. Өйткені минус пен минус плюс Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Сонда 3 қосылған плюс 3 болады, дұрыс па? Иә. Бірінші жақшаңызда, ең бастапқы жақшаңызды айтыңызшы, аяулым. 2 жақша ішінде x минус 1. Жақшаны ашыңыз енді үш жерден. 2x минус 2. 2x минус 2 болады. Ал келесі екінші жақшаңызды айтыңыз. Минус 1 көбейтілген y минус 2. Сонда минус y қосылған плюс 2. Дұрыс па? Плюс 2 болады. 2 мен 2 қысқарып кетеді. Дұрыс қой, иә? Сіз соны айтып қой. Соны ашып айтпасаңыздар, балалар шатасып кетуі мүмкін. Соңғы жағындағы ответі сонда неше шығады? 2x минус y қосу 3z қосу 3 тең 0. Кімде осы ответ шықты? Менде. Жарайсыздар. Сандуғаш сіздеші? Дұрыс, апай, солай шықты. Барлықтарыңызда осы ответ шықты. Керемет. Екінші есептеріңіз. Жазықтық өзінің жалпы теңдеуімен берілген. Міне. Осы жазықтықтың нормаль векторын анықтайсыздар. Оның бойында жататын қайсы бір нүктенің координатасын табасыздар.
Сонымен, балалар, болдық па? Бірінші нормал векторын айтайықшы. Оңай ғой, нормал векторын. А тең 3, Б тең 4, С тең -1. Молодец. 3, 4, Яғни n векторы сонда 3, 4, -1. Жарайсыз, Димаш. Дария, молодец. Дарияның айтқаны бойынша Димаштың жауап қайтарғанына мен жарайсыз деп тұрмын. Так, енді біз мына жерде балалар өзіміз білеміз, я? Y пен Z-тің орнына қандай мәнді беретінімізді өзіміз білеміз. Солай ма, балалар? Мына жерде ше, балалар, не обязательно X-ті белгілеу. Сіздер мына жерден Z-ті белгілеп алсаңыздар да бола береді. Мысалы, мына жерден Z-ті бұлай қарай өткізіп, жеті қала берсін да осы күйінде. Сонда Z тең болады 3x қосылған 4y қосылған 7 тең 0 деп ше? Түсіндіңіздер ма? Сонда оңай болады. Z тең деп қана шығара саласыздар. Сонда сіздер x пенен y-тің орнына кез келген мәнді бере салыңыздар. Мысалы, 1 менен -1-ді бересіздер ма? 0 менен 1-ді бересіздер ма? 0 менен 0-ді бересіздер ма? Я, балалар? Жылдамырақ. Осы барлық оқушылардың ішінен бір оқушы бір ответін айтсын. Теңдеудің шешімін табу ғана қалды бізде. Апай. Z тең 19 шықты. Қанша шықты? Аяжан айтамын. Z тең 19 шықты. Бұл жерде мен X-тің орнына 1, ал Y-тің орнына 2-ні қойдым. Сол кезде Z тең 19 шықты. X-тің орнына қанша? 1. X-тің орнына 1-ді, Y-тің орнына 2-ні қойдым. Y-тің орнына 2-ні қойдыңыз, я? 3 қосылған 8, қосылған 7. Сонда қанша шығады? 19. Я, M0 нүктеңізді айтып жеріңіз енді? M0 нүктесі -3, 4, -1. Жоқ. Бізде M0 нүктесін дегеніңіз, Аяжан, X тең 1, Y тең 2 деп алған жоқ па? Сонда 1, 2 және 1 шығады. 19. Z-ті 19 я. қойдыңыз ғой. 19, 1 және 2 шығады. Я, сонда бізде M0 нүктеміз, сонда 1, 2, 19 болады. Түсіндіңіз ба, Аяжан? Қай жерден қателік жібергеніңізді біліп отырсыз ба? Аха, M0 нүктесін жазуды үйренейік. Бізде X, Y, Z бойынша M0 нүктесін жазамыз ғой. Ал енді тағы бір оқушы айтып жүресіздер ма? Мен 18. Қыз әсем айта ғой. 3x тең -4y плюс z -7. X тең 3-тен 1 жақша ішінде -4y плюс z -7. Мен y-ті 0, z-ті 1 деп алдым. Сонда x тең болады 3-тен 1 көбейту 0, қосу 1 -7. Сол кезде менде -6 шықты. X тең -6. M0 нүктесі 0, -6, 1. Яғни, жоқ, -6, 0, 1. X тең -6, Y тең 0, Z 1 шықты. Сонда M0 нүктенің мәні сол болады. Аха, -6. 0, 1. Ал тексерейік. 3-ке -6-ны көбейтейік. 3-ке -18. Қосылған 0 болып кетеді, я? Y-ті 0 деп алды ғой бізде. Сондықтан -18 қосылған 0. Сосын -1. Солай ма? Әуесхан қыз әсем. Z-ті 1 деп алдыңыз ба? Я. Я, -18 азайтылған 1. Сонда -19. -19-ға 17-ні қоссақ 0 шыға ма бізде?
Иә, демек бізде жауабымыз дұрыс болмай қалды деген сөз. Сіз тағы да ойлануыңыз керексіз, Әуесхан қыз Әсем. Түсіндіңіз ба? Иә. Қалған оқушылар, барлығымыз түсінікті ма тапсырмамыз? Иә. Иә. Аха. Енді біз балалар сіздерден кері байланыс ретінде мен сабақтың соңғы жағында кері байланыс ретінде қосу алу қызықты деген не бойынша әдіс бойынша сіздерден сұраймын. Қазір 1 минут уақыт беремін. Сіздер бүгінгі сабақтан нені өздеріңізге қостыңыздар? Бүгінгі сабақта түсінбей тұрған нені өздеріңізден алып тастадыңыздар? Сіздерге қызықты болған қайсысы? Соны тез-тез жазып, бір ауыздан қорытындылап шықсақ, балалар? Болдық па? Сабақтың бітуіне де аз қалды, балалар. Жылдамырақ болайық. Аяулым, болдыңыз-ау деймсіз, е? Иә. Қазір кішкене күтейік балаларды. Біраз оқушылар болған сияқты. Қазір енді Аяулымнан бастайық. Аяулым, сізде айтыңыз. Қызық болған ол есеп шығару. Барлығын түсіндім. Барлығын түсіндіңіз, жарайсыз. Аяулым, Әуесхан қыз Әсем. Маған есеп шығарған, практикалық жұмыс шығарған қызықты болды. Қатемді жөндедім, барлығы түсінікті болды. Өте түсінікті, молодец, жарайсыз, керемет. Аяжан. Бүгінгі сабақта мен жазықтықтың өзінің жалпы теңдеуімен берілген есептерді шығарып үйрендім, соны қайталадым. Ең қызықты болғаны, ең басында сөздерді тексттің ортасына қою болды. Жарайсыз. Дария. Бәрі түсінікті болды. Бұрынғы тақырыпты еске алдым. Нормаль вектордың координаталарын табуды үйрендім. Есеп шығару ұнады. Әлібек. Бәрі түсінікті, апай. Аделя. Өткен тақырыпты есіме түсірдім, және де есепті талдау барысы қызықты болды. Есімбек Әсел. Барлығы түсінікті болды, өте қызықты өтті. Есептердің барлығы қызықты және түсінікті болды. Сандуғаш. Практикалық есептер шығарғанымызды бірігіп шығарғанымыз қызықты болды, және осы сабақты қайталау барысында бізге өте пайдалы болды деп ойлаймын. Дұрыс, керемет, ұсыныстарыңызға рахмет. Жанболат қыз Әсем. Маған бәрі түсінікті болды, қызықты болды. Димаш. Димаш. Апай. Айта ғой. Бүгінгі сабақта біз осы бұрынғыны қайталап, ережелерді оқудан басқа формулаларды жазып, және де одан басқа біз общий коллективный жұмыс болып. Және бүгінгі сабақта мен бәрін түсіндім. Жарайсыздар. Керемет. Рахмет сіздерге барлықтарыңызға. Ал балалар бүгінгі үй тапсырмасы, міне,
сіздерге көрсетілгендей оқулық бойынша тапсырмалар, балалар? Сол бойынша мына жерде берілген жазықтықтың бойында жататын және жатпайтын нүктелерді анықтайсыздар. Теңдеулеріңіз міне былай беріліп тұр. X минус 3y қосылған z азайтылған 7 тең 0 деген. Жазып алдық па? апай. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар, балалар. Сау болыңыз, апай. Сау болыңыз, апай. Сау болыңыздар.